Аймақтық флористика пәнінен номер 8-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы Ырғыз өзені жайылымының флорасы және өсімдіктері. Тақырыптың негізгі қарастырылатын сұрақтары. Флораның таксономиялық, географиялық, экологиялық талдануы бірінші сұрақ. Екінші, Ырғыз өзені жайылымының өсімдіктер жамылғысы. Үшінші, өсімдіктер ассоциацияларының таралу заңдылықтары. Дәріс мазмұнын меңгеру үшін ұсынылатын әдебиеттер алдымыздағы слайдта берілген. Ақтөбе облысының флорасы бай биоалуан түрлілігімен, фиторесурстарымен сипатталады. Оның шөлді аймағындағы флорасы мен өсімдіктер жамылғысының өзіне тән бір ерекшелігі жоғары өңірі Ырғыз өзенінің жайылымы. Оның флорасында жетекші тұқымдастар спектрі 16 тұқымдасты топтастырады. Осы жетекші тұқымдастар спектрінде 92 түрмен астралар тұқымдасы, 53 түрмен қоңырбастар, 46 түрмен бұршақтар, 34 түрмен капусталар және 33 түрмен алапталар тұқымдасы беріледі. Зерттеліп отырған флорадағы жоғарыда аталған жетекші 16 жетекші тұқымдастар спектрінің мәні едәуір үлкен. Барлық жетекші тұқымдастарға 438 түр топтасқан, олар өз кезегінде 79,56% құрайды екен. Ырғыз өзен жайылымы флорасы негізінен жабық тұқымды өсімдіктер құрап тұр, 97,54%, оның ішінде қос жырнақтылар 76,5% құраса, дара жырнақтылар 21,4% құрайды. Жалпы флораның құрамында 6, 5 және 3 түрмен берілген тұқымдастар баршылық. Солардың ішінде талдар тұқымдасы, елік шөптер тұқымдасы, бақа жапырақтар тұқымдасы 5-6 түрмен берілген болса, ал қырықбуындар, қоғалар, тамарикация бұлардың барлығы 3 түрмен берілген. Бір және екі түрден тұратын бір қатар тұқымдастар санының көрсеткіші Ырғыз өзені жайылымы өсімдіктер мекенінің ала-құлалығын және флористикалық әртүрлілігін айқындайды. Таксономиялық анализді жалпы толықтыру мақсатында Ырғыз өзені жайылымының флорасы басқа өзен жүйелеріндегі жетекші тұқымдастармен салыстыру жүргізілген. Мынау берілген кестеде Ырғыз өзені жайылымының флорасындағы жетекші тұқымдастар салыстырылған. Орал, Ойыл, Сарысу өзендерінің жетекші тұқымдастары берілген. Барлық өзендерде бірінші орынды Астероце тұқымдасы алып тұр екен. Одан кейін Пааце, Фабаце, Брасикаце, Хеноподиаце тұқымдастары, яғни мана жоғарыда аталып өткен алдыңғы жетекші 5-тік орынды алып тұр. Орал және Сарысу флорасынан басқа сипатта екені көрінеді, ал жалпы жетекші тұқымдастар бойынша Ырғыз және Ойылда бірдей көрсеткіш беріп тұр. Сонымен, қорыта айтатын болса, бұл жерде Ырғыз өзен жайылымының флорасындағы басты тұқымдастардың таралуы Орал және Сарысумен ұқсастық білдіреді. Таксономиялық талдау жасалған уақытта туыстық спектрде айқындалады. Флораның 317 туысының ішіндегі 6 туыс, 6 және одан да көп түрден тұратындығы алдымыздағы кестеде берілген. Карикс, қияқ-көлең және саликс тал туыстары флораның солтүстік бореалдық сипатын көрсетсе, Артемизия, Астрогаус, Алюм туыстары түрлерінің әртүрлігі климаттың ареттілігіне дәлел болады екен. Және де туыс спектрлерінің талдануы Орал, Сарысумен салыстырғанда Ырғыз бен Ойыл өзендерінің ұқсастығын көрсетеді. Қазіргі флораның қалыптасу жылдарын анықтау үшін пайдаға асатын географиялық талдау зерттелетін, аймақ флорасының басқа орта флорасымен байланысын және зерттелетін территориядағы түрлердің миграция жолдарын көрсетеді. Ырғыз жайылымы флорасында таралуы әртүрлі космополит түрден эндем түрлерге дейін таралған географиялық элементтер бар. Қазіргі таралуларын ескере отыратын болса, Ырғыз флорасындағы түрлер 10 географиялық ареал топтарына бөлінген екен.
оны мына берілген кестеден көруге болады. Бұл жерде алдыңғы орынды 151 түрмен понтикалық географиялық элемент алса, 122 түрмен екінші палеарктикалық және үшінші ежелгі жырта теңіздік географиялық элемент 106 түрмен алып тұр. Экологиялық талдаудың негізі мезофиттердің басымдығын көрсетеді. Екінші орында жайылымның шөптесін далалық аймақтарындағы ксерофиттік сипаттағы түрлер тұр 22,4%-бен. Одан кейін ксеромезофиттер мен мезофиттер жайылым флорасының 36%-ын құрайды екен. Жалпы саны олардың 92 түрді береді. Бұлардан басқа флораның құрамында галофиттер, псамофиттер де өзіндік ерекше орын алады. Ырғыз өзені жайылымының өсімдіктер жамылғысын зерттеуші ғалым Қаскеев соңғы анықталған Шенниковтың жайылымдық жіктелу экологиялық қатар жайылым ерекшелігін ескере отырып, Ырғыз өзеніне төмендегідей жүйелерді көрсетеді екен: сулы жер, сулы жағалау, жайылымдық және ағашты бұталы өсімдіктер жамылғысы. Ырғыз өзені жайылымының суреті берілген. Су жағалау өсімдіктерінде қоғалы өлең шөпті және тағы басқа бірлестіктер құрайды. Өсімдік жамылғысына сипаттама және жіктеу жүргізу әр уақытта геоботаниканың басты мәселесі болып саналады. Жиналған өсімдіктер материалының синтезі болып табылады. Осыдан әртүрлі шаруашылық қызметтер анықталады. Зерттеу жұмысында жайылым өсімдіктерін жіктеу экологиялық принципке сүйене отырып жүргізілген екен. Ырғыз өзен жайылым өсімдіктерінің ылғалдылығының жеткілікті болуына байланысты төмендегіше топтаған: далалық шалғын, нағыз және шалшықты алқап, кей жерлерде топырақтың тұздылығына байланысты галофильді шалғын. Ырғыз жайылымында өзіндік өсімдік ассоциацияларының фитоценоздардың таралу заңдылықтары бар. Бұл заңдылықтардан бірнеше қорытынды жасауға болады. Олардың біріншісі жайылымда алқаптың сипаты кедейлене түскен. Екінші, оңтүстікке қарай жайылымда галофилизация процесі артады. Бұл топырақ түзілу сипатын анықтайды өз кезегінде. Сонымен бірге жайылым өсімдіктеріне табиғи зоналық климаттық факторлардың әсері зор екенін көрсетті. Жайылымдық шалғынды өсімдіктердің бұндай өзгерістері олардың қолдану маңыздылығын көрсетеді. Жайылымның жоғарғы бөлігіндегі шалғынды ору маңызды болса, төменгі бөлігі мал жайылуына тиімді деп саналған. Ырғыз өзенінің төменгі бөлігінде ағыс болмайтынын ескерсе, шалғынды өсімдіктердің сипатын түсінуге болады екен. Сондықтан ауданның жағдайын жақсартуда мал жайылу режимін реттеу керек деп санайды зерттеуші. Берілген мәліметтер негізінде жайылым өсімдіктердің жоғарыдан төменге қарай қатты өзгеріске ұшырағанын көруге болады. Бұл бассейннің табиғи климаттық өзгерісіне ғана емес, жайылымның аллювиальды режиміне де байланысты. Сонымен бүгінгі қарастырған дәрісті қорытындай келе төмендегідей ой тұжырым жасауға болады. Флораның таксономиялық талдауы оның флористикалық әртүрлілігін айқындайды. Ырғыз өзен жайылым флорасындағы жетекші тұқымдастардың таралуы Орал және Сарысумен ұқсастық білдіреді. Флораның құрайтын түрлердің алғашқы үш географиялық элементі понтикалық, палеарктикалық және ежелгі жерорта теңіздік болып табылады екен. Ырғыз өзен жайылымына сулы жер, сулы жағалау, жайылымдық және ағашты бұталы өсімдіктер жамылғысы тән. Сонымен қорыта айтқанда, Ырғыз өзені жайылымының өзіндік өсімдіктер ассоциацияларының таралу заңдылықтары бар аймақ деп танылады. Бүгінгі дәрістің соңында ой талғаныс жасау ұсынылады. Активатор 3-2-1 әдісімен аудиториялық дәрісте жүргізіліп қолданылып жүргендей. Дәрістің материалын тағы да ой елегінен өткізе отырып, сіздер осы дәріс мазмұнынан сіз білетін 3 нәрсе, сізді таңғалдырған 2 нәрсе және болашақта тереңірек қарастыратын 1 нәрсені өзіңізге нақты жазып алу керек болады.